Қазақстанда зорлықшының портреті ол еркек. Дональд Трамптың инаугурацияда айтқан сөзі ғой. Енді 100-ден аса қылмыстық іс қозғалған, әйелдерді адам санамайтын адамның бұндай спич маған қызық емес. Біздің ЛГБТ-ны да тәубесіне түсіретін уақыт жетті дейді. Қазақстанда еркектер біз өзімізге ие бола алмай қаламыз деген кезде олар өздерінің homo sapiens екенін біледі екен деген. Бір нәрсені былай бұра бермесек еш қарындасым. Сол адамдардың жыныстық барлық адам жынысына шығу тегіне әлеуметтік теңге қарамастан заңның алдында тең деген. Заң орындалмай тұр. Әр күн сайын таңертең адам болып қалуды ойлап оянамын дейді. Жиіркенішті, шынын айтайын, тазасын айтайын. Енді барынша сабырлық сақтап отырмыз, бірақ жылайтын еркек әлсіз еркек болып саналады, содан инфаркттан 70 жасында қайтыс болады, армияға барып суицид жасап өледі. Соның салдары екенін біз де кейде көрмей жатамыз. Америка құрама штатының президенті болып сайланған Дональд Трамп ендігәрі елде екі ақ жыныс болады деп мәлімдеді. Ерлер және әйелдер. Оның бұл сөзі бүгінде күллі әлемде қызу талқыға түсуде. Қазақстанда да солай. Ендеше дабл коммент жобасында осы мәселені бізде талқылап көрейік. Бізде қонақтарымыз бар. Психолог маман Балабек Кеніштайұлы және фемин Беке Әйгерім Құсайынқызы. Алдымен экранға назар аударып, Дональд Трамптың дәл сол мәлімдемесіне бір көз жүгіртіп көрейік. I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Дональд Трамптың инаугурацияда айтқан сөзі ғой. Біраз залдағы бәрі шапалақ ұрды, бірақ әлемде біраз адамға ұнамады. Әсіресе Әйгерім ханым, сіз осыны көрдіңіз? Тікелей эфирде көрген жоқ, уақытымды бөлуге тұрмайды деп ойлаймын бұл шара. Неліктен? Енді 100-ден аса қылмыстық іс қозғалған, әйелдерді адам санамайтын адамның бұндай спич маған қызық емес. Сіз көрдіңіз осыны. Сіздің пікіріңізше Дональд Трамптың мына бір мәлімдемесіне қалай қарайсыз? енді бұл енді жалпы мына адам ретінде, тұлға ретінде табиғи біздің жаратылысымыз, дамуымыз бойынша бұл Дональд Трампсыз-ақ белгілі ғой, ер адам, әйел адам. Не үшін оны бөліп жару керек оны? Және бізде өзіміздің жалпы тұлға ретінде, ер адамның өзінің физиологиялық қажеттіліктері бар, әйел азаматтардың өздерінің физиологиялық қажеттіліктері бар. Енді олар ер адам мен әйел адамның не үшін жаратылды? Олар бір-бірін толықтыру үшін, бірге өмір сүру үшін жаратылғаннан кейін, онда бір әрине енді ақш президенті болып сайланып тұрған ақш енді әлемдегі ең бірінші мемлекет екені, осы ақштың бүкіл әлемдегі әртүрлі мәселелерді, саясатты барлығын енді бұлар көбірек бақылауға, ұстауға ұмтылатындықтан Дональд Трамптың сөзін мен қолдаймын. Негізі Дональд Трамптың бұл сөзінен кейін Қазақстанда да, әсіресе Қазақстанда орыс тілді қоғамда бұл мәселе кәдімгідей қызу талқыға түсуде. Мәселен, Руслан Омаров наконец-то здравый смысл, да здравствует нормальное кино от Голливуда дейді. Сіз осы пікірді көргенде не дейтін едіңіз? Енді бұл жерде енді айтпауға түсінікті ғой, Голливудтағы өзіңіз де білесіз, жаңағыдай міндетті түрде бүкіл әртүрлі нәсілді қосуға тырысады, әртүрлі өкілдерді қосуға тырысады. Мына жерде енді теңдік принципі ғой. Теңдік, инклюзия. Мен мынаны айтқым келіп кетеді. Неліктен Қазақстан Республикасының жоғарғы білім жүйесінде бірінші, екінші курс студенттеріне саясаттану пәнді деген оқу міндетті. Стандартты элективті пән емес, оқу міндетті. Меніңше оның бір астары бар. Саясатты оқыған адамдар біледі. Жалпы оңшылдар деген кім, солшылдар деген кім, Трамптың билікке келуі бүкіл әлемдегі мына статус-квоға қалай әсер ететіндігін түсіну керек. Және бұл саяси мәселе, саяси құралдар, саясаттануда бірнеше теория бар. Сол теория тұрғысынан қарау керек. Біздің әр пікіріміз, ойымыз бір ғылымға негізделген болу керек деп ойлаймын. Енді әлбетте кейбір ғалымдар айтады, постковид әлемде бізде конспирологияға сенушілер, аңызға, мифке сенушілердің саны көбейді. Соның бірден бір нәтижесі Трамптың билікке келуі деп ойлаймын. Яғни постковид әлем біз деградацияға ұшырап жатырмыз. Кері кету бар, даму емес.
Нұржан Өмірзақов дейді, бұл да Фейсбуктың белсендісі. Және помните, регулярное появление флагов ЛГБТ на посольстве США в Астане. Больше такого не увидим, по крайней мере, при Трампе. Сіз қалай қабылдайсыз? Жаңа ЛГБТ-ның жалаулары, тулары, бұрындары білесіз қой, ілініп тұратын. ілініп тұрады, көрдім. Қазір енді Трамптың билік кезінде бұл мәселе енді болмайды. Енді бұл бұндай мәселе енді шындап келе адамзат қоғам пайда болғаннан бері бұндай мәселелер бар енді. Ашылып айтылатын, ашпай айтатын мәселелер бар да. Әрине, мен жаңа да сөзімді айтып кетейін. Менен бір мұндай бір жек көрем, болмаса мен оған бір радикалды көзқарасым бар деп айтпаймын. Өйткені біздің бір жағынан мына қазақ бізде зайырлы қоғам болғандықтан кейін бұл жерде ең бірінші бізде адамның құқығы мен адамның бостандығы шектелмеу керек. Ал мынандай ашық түрде жариялау, ашық түрде үгіт насихат жүргізу, бұл енді біздің жалпы бұл жердегі біздің менталитетімізге, біздің халық ретінде бір ырысы бұзылмаған, бұрыннан салт дәстүрді мықты ұстанатын, әйел адамды әйел, ер адамды ер адам деп қабылдайтын қоғам үшін бұл әрине бір өте бір сәл жақсы қабылданбайды. Сол үшін де бұл тудың астында да біраз нәрсе бар ғой. Осы тулар арқылы көптеген, кез келген, ол тек біздің Қазақстан емес, кез келген мемлекеттерде осы бағытты ұстанушылар қаржыландырылады. Ол ешкімге өтірік емес. Үлкен жаңағы болмаса ол білу керек, біз ешқандай кез келген нәрсе, кез келген жоба, кез келген мысалы үгіт насихат, олар қаржысыз ешқандай жүзеге аспайды. Енді әр адам оның артында көп адамдар мойындамауы да мүмкін, бірақ көптеген мүдделердің бар екен, олардың қалай жүзеге асатын былай экран алдында, халықтың алдына шыққанда айтылмауы мүмкін, бірақ оның барлығы да біліп отыр. Болмаса бұндай тулардың өзі ілінуі үшін де қаншалықты үлкен жұмыстар жасалынатыны ол белгілі нәрсе. Сол үшін де біз білетін нәрселер де бар, біз білмейтін нәрселер де бар. Әйгерім, мысқылдап күлгендей болдыңыз ба? Әлбетте, барлығын біріншіден біз үгіт насихат не екенін түсінуіміз керек, иә. Бұл ту ілініп тұрса, 6 түстен тұратын кемпір қосақ түсте, сол ненің насихаты, және оның артында міндетті түрде біреу ақшамен қаржыландырады деп есептеу, меніңше ол конспирология. Сол ковидті де халық санын азайту үшін ойлап тапты деген себеппен бірде есептелінеді. Сіз және секулярлықпен бастадыңыз ғой, иә, мемлекет зайырлы, кез келген адамның құқығы бар, кімді сүйетініне, қандай жыныстағы адаммен отбасы құрғысына келетініне, ол адамның құқығы. Сен еркексің, тек қана әйелге үйленуің керек деп айту, ол адам құқығына қайшы. Яғни біз осы жерде логикалық конфликт туындап тұр, иә, адам құқығы деп қарайтын болсақ, кімді сүйетін, кіммен неке құратынын ол адам өзі шешу керек. Мемлекет емес, Трамп та емес. Және біздің осы кезде бәрі дәстүрге, өткенге сілтеме жасайды. Меніңше дәл сондай сілтеме жасайтындар ол адамзаттың тарихын білмейтіндер. Барлық тарих бүкіл деректе үшінші жынысты адамдар, яғни куир, интерсекс адамдар болған, бола береді де, Трамп айтқаннан кейін ол адамдар жоғалып кетпейді. Олар дүниеге солай келеді. Ол факт. Соны ертерек қабылдасақ, адамдардың өзіне жақсы деп ойлаймын. Онда егер келесі пікір сізге ұнамауы мүмкін. Оңғар Қабден, айтыскер, блогер былай дейді: Трамп ақш-та ЛГБТ-ға тыйым салып жатыр. Біздің ЛГБТ-ны да тәубесіне түсіретін уақыт жетті дейді. Қазақстанның ЛГБТ-ның тәубесі не екенін ол кісілер біле ме екен, жалпы? Білмейтін тақырыпқа, осылай сөйлейтін адамдарға таңым бар мен. Жалпы ЛГБТ-ның аббревиатурасы не, олар кімдер, олардың көздеген не, олардың тәубесі деген білмейтін адам ғой, біріншіден. Сол үшін ол назарға алынатын пікір деп ойламаймын. Ендеше өзіңіз не дейсіз? Біріншіден, мен қазақстандық ЛГБТ-ны өкілі емеспін, және мен олардың атынан сөйлей алмаймын. Мен цисгендер әйелмін, яғни гетеросексуал, ЛГБТ жайлы мен айтуға хақым жоқ. Олар жайлы сол адамдардың өкілі сөйлесе әділетті болатын еді. Мен мына бір сөйлем. Біздің ЛГБТ-да тәубесін түсіретін уақыт жетті дейді. Біздің деп тұрып, мойындап тұр ғой, иә? Балабек мырза, сіз осыған не дер едіңіз? Мен жаңа айтып кеттім, алдында да айтып кеттім. Менің өзім жалпы әрбір жеке адамның өзінің жаңағы зайырлы мемлекетте өмір сүрген құқығы мен бостандығы, ол әр адам өздері таңдайды. Бұл нәрсені өздері біледі. Мен өз басым, мен өзім отбасым бар, балаларым бар. Қауіпті болғанда енді мен оларға барып енді олардың өздері біздің Қазақстанда шынын айту керек, олар осы салада жүрген адамдар, ол өздері де біледі бұның қаншалықты қауіпті екенін. Өздері де түсінеді. Көріп те жатыр, талайы таяқ жеп жатыр, талайы жігіттер ұрып кетіп жатыр, соғып жатыр. Бірінші бұлар өздері де түсінеді, бұл нәрсенің өздерінің өміріне қауіпті екенін олар осы Қазақстанда көріп отыр. Қаншалықты қауіпті екенін. Сондықтан да ол менің қауіпті емес деген мен олардың
саналарына жетеді, бір нәрсе өзгереді деп айтпаймын. Олар өйткені олардың да ақылы бар, өздері осы жолды таңдаған адамдар. Сол үшін де белгілі бір мынандай нәрсе ғой. Енді жалпы физиологияға келетін болсақ, адамдарда бізде мына әйелдік гормондар да бар, ер адамдық гормондар да бар. Егер біз мысалы мен өзімді айтайын, ер адам ретінде мен әйелдер туралы ойлайтын болсам, енді мен ер адамдардың қызметін жасайтын әрекеттерін жасап жүрсем, менде ер адамдық гормондар көбейеді да, басымырақ болады. Енді кейбір анай нәрселер бар, оларды айтпаймын, енді жалпылама айтып жатырмын мен сыпайылап. Сол нәрселер адам менде көбейеді да, мен ер адамдық деңгейде қала аламын. Ал осындай әр жерден әртүрлі көреді ғой, енді үгіт насихат болған кезде, осындай әртүрлі осындай нәрсе, әрекет, ЛГБТ сияқты нәрселерге үгіт насихат болған кезде, біздің қоғамда соған берілген де адамдар бар. Берілсем ба, берілмесем ба, сол жолға түссем ба, екі ойлы болып жүргендерге әсер етеді дейсіз ғой. де бар. Соларда осындай нәрселерді көбірек көрсету, көбірек қорғау, көбірек айту, олардың бойындағы әйелдік енді ол көбірек ойлай бастайды. Сол кезде адамның организмі біздің ойлау арқылы бізде әйелдік гормондарды көбірек өндіре бастайды да, біздің организміміз. Дауысымыз жіңішкеріп кетуі мүмкін, әйелдік қылықтар жасауы мүмкін, енді көріп қаламыз ғой осындай нәрселер. Сондықтан да бұл адамдар осындай көп айтылған әйелдік гормон көбейіп кетсе, ол несі санасы өзінің жаңағы санасын ойлар жаулап алғаннан кейін олар өздерін жаңағы біз айтамыз ғой, нәпсі дейміз, болмаса өзінің тежей алмай қалуы мүмкін да, осындай әрекеттерге баруы мүмкін. Сондықтан да бұндай нәрселерді айтылған кезде көбіне абайлау керек та. Мен өте таң болғам, Қазақстанда еркектер біз өзімізге ие бола алмай қаламыз деген кезде олар өздерінің homo sapiens екенін біледі ме екен деген. Біз ең жоғары саналы жаратылыс иесіміз. Егер сіз өзіңіздің гормоныңыздан, жануарлық инстинктіңізден қорықсаңыз, сіз не үшін homo sapiens атанасыз деген бірінші сұрақ. Менде екіншіден, бізде гормонға байланысты, физиология байланысты соңғы білімдерді кейде ескермейді. Еркекті еркек, әйелді әйел ететін тек қана гормон емес, ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Гормондарды еркек деп, әйел деп қазір ғылым бөлмейді. Біз осыны түсіне алайықшы. Және үгіт насихат болғаннан кейін мен ЛГБТ туын көріп ертең гей немесе лесбиян, квир болып кетпеймін. Біз осыны түсінейік. Адамдар солай туады, солай дүниеге келеді. Халықтың бірнеше пайызы ұлтына байланысты емес. Солай дүниеге келеді. Мысалы, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы неге Трамп бірден шығып кетті, президент болғаннан кейін екінші күні ақш дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан шығамыз деді. Себебі дүниежүзілік сақтау ұйымы 1957 мен 91 жылдар аралығында ЛГБТ адамдары психиатриялық ауытқу дерт деп санап келді. Бірақ 91 жыл айтты, жоқ, бұл дерт емес, бұл адамның физиологиялық өзінің болмысы. Ал Ресей сияқты, Иран сияқты мемлекеттер бұны әлі дерт деп қабылдайды. Демек олар әлі 91 жылға дерекпен өмір сүреді. Есептеңіз. 30 жыл кері кеткен көзқараспен жүрсіз. Біздің Қазақстан ше? Қазақстанда ЛГБТ мойындалмайды, мойындалмақтан айтылмайды, одан қорқатындар бар. Меніңше адам білмейтін нәрсесінен қорқады. Жалпы психологияда солай, сіз нені жайлы аз білесіз, сіз содан қорқасыз. Меніңше ЛГБТ-дан қорықпас үшін жай ғана көбірек оқу керек. Құқықта бізде жыныстық ориентация және гендерлік идентификация деген ұғым бар. Сіз өзіңіздің жыныстық идентификацияңыз бен гендерлік бірегейіңізді біреуге айту, жариялау міндетті емес, ол сіздің жеке басты көзқарасыңыз. Сіз қыз болып, жынысыңыз, биологиялық жынысыңыз қыз болып дүниеге келіп, бірақ та өзіңізді қыз сезінбеуіңіз мүмкін. Міне гендер мен жыныстың айырмашылығы осында. Және Трамп та ұғымдарды шатастырып жатыр. Ол негізі жыныс жайлы айтып тұр. Биологиялық, физиологиялық, анатомиялық хромосома, еркек әйел. Бірақ гендер ол емес. Гендер әлеуметтік конструктивизм. Дәл осы Дональд Трамптың мәлімдемесінен кейін Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің отырысы болып, сонда депутат Еділ Жаңбыршин баяндама жасады. Бізде басқа мәселе жоқ қой Қазақстанда. Баяндама жасады, қазір енді оған да тоқталамыз. Және былай дейді, қысқа батысты өздеріне қорғаушылап жүрген қыз-текелерге төбелеріне жай түскендей болғаны. Осы тұста барлық қыз-текелерге дядя Дональдтан жалынды сәлем. Осы жерін бір арнайы бөліп алғым келеді. Қыз-теке деген сөздің өзі негізі hate speech, өшпенділік тіл саналады. Адамды кемсіту. Қыз-теке деген сөз қызға ұқсайтын еркек емес бала деген сияқты, біріншіден кемсітетін сөз. Және дядя Дональд деп отырған себебі, біз үнемі осыған дейін батыстан қорқатын едік, неге дәл бүгін батысты мысал етіп қалды. Осы сұрақты мен депутат мырзаның өзіне қойғым келеді. Және дядя деп айтудың өзі ол ресейлік медианы оқитындығын көрсетіп тұр деп ойлаймын. Неге Трамп аға емес, Трамп көке емес, дядя Дональд деп тұр. Балбек мырза, сіз осы баяндамасын көргенде шығарсыз, әр жерде жүрді ғой. Өзіңіз не ойладыңыз сонда? Енді бізде бұл мен өзімді айтайын, біз демей-ақ қой, мен жеке тұлға ретінде, мен ұл өсіріп отырған адаммын, қыз өсіріп отырған адаммын. Бәріміз.
адамдарда біз өмірге мен не үшін келдім? Мен осы өмірге адам ретінде өзімнің рөлімді анықтау үшін. Және бұл бізде бір ғана миссия бар. Оны әртүрлі сөзбен аударып төңкеруіміз мүмкін, өзімізді алдаусыратып, қорғаштау мүмкін. Бізде бір ғана миссия бар. Негізгі миссия өмірге келдік, ұрпақ жалғастыру, ұрпағым артынан ол да ұрпақ жалғастыру. Ал жаңағы ЛГБТ болсын, жаңа қыз-теке болсын, оларда ешқандай ұрпақ жалғастыру деген болмайды ғой. Мына өмірдегі қазіргі уақыттағы мына адасушылық адамдардың арасындағы мына білімнің жоқтығы, көрінген нәрсеге еліктеу, осының бәрі мен ұлымды мынандай нәрсеге баруын ешқашан мен ойлаудың өзі қорқынышты. Қызымның да ол жалпы қоғамда адам ретінде өмір сүруін мен қалаймын. Мен енді психология саласында жүрмін. Қазір енді 20 жылдан асты. Мен психолог ретінде басқаға пікір айтуым үшін менің ең бірінші, мен психология енді бізде көп сала ғой. Ең бірінші менде психология мамандығы болу керек. Енді мен өзім отбасылық психологияны көбірек қолдаймын да. Отбасылық психологияны көбірек қолданып, көбірек қарастырамын. Сонда мен ең бірінші отбасылық психология туралы айту үшін менде отбасым болу керек. Балаларым болу керек. Отбасыңнан әйелің, балаларың болады. Солар туралы айтуға мен басқа адамдарға еркін түрде ешқандай қысылмай бір өзімнің кеңесімді бере аламын. Ал егер өзі бір еркек пен еркек үйленіп алған адам отбасылық психология туралы пікір айтса қабылдайсыз ба? Болмаса, олар енді өте бір енді қаттылай кетуі мүмкін енді. Мен отбасын құрмасам, өзім мысалы мен қазір жасым 40-тан асты, отбасын құрмағанмын, өзіммен өзім жүрмін, не істейтінімді өзім ғана білемін. Мен енді отбасылық жаңа балаларды қалай тәрбиелеу керек, әйел мен ер адам қалай бірге өмір сүру керек, ол туралы айту маған болмайды. Ол моральдық тұрғыдан да болмайды ондай. Өйткені мен өзім отбасылық өмірді басынан өткізген жоқпын ғой. Сондықтан да мен бір ғана мысал айтып отырмын. Сол сияқты ертең мына адамдар өмірде сенен не сұрайды? Адамдар өмірден сенің осы тұлға ретінде жан-жақты толық тұлға ретінде дамуыңды қарау керек ең бірінші. Сосын барып жаңағы беретін кеңесіңді біреуге ақыл айту, болмаса өзің өмір сүру, өзің жолыңды солай таңдау керек. Демек, депутат мырзаның баяндамасына былай айтқанда қол шапақтағандардың қатарынансыз. Қазір олай айтсам біреулер мақұлдағандардың қатарынансыз. Гомофоб деп біреулер өткенде гомофоб деп. Жалпы енді ойыңыз ғой енді. Мен өз басым осы нәрсені гомофоб болу болмау жеке басыңыздың шаруасы. Мен өзімдікі мен басқа оқырмандарды айтып отырмын, сізге емес. Мен де жалпы айтып отырмын. Қорықпау керек, мен гомофобпын деп айтуға. Жоқ, барлығы сөйтіп мен қорқып тұрмын. Солай сияқты мені көп өткенде бір не хейт етіп адамдар көп жазғанда осындай бір неге барғанда мен тағы да айтамын, әр адам өзі біледі. Иә, ойыңыз түсінікті, жақсы. Бізге Еділ Жаңбыршының жаңа баяндамасы қолымызға түскен, және сол баяндаманың соңын ғана оқып берейік. Көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар, жалпы қоғам бізді қолдап, Petition KZ мемлекеттік платформасында ЛГБТ насихатына қарсы петиция жариялады. Небәрі 2 аптада петиция 50 мың қол жинағанын білеміз. Бұл нені көрсетті? Бұл ұлттық болмысымызға жат, ЛГБТ ағымына халықтың ашық қарсы екендігін көрсетті. Ал парламент бірінші кезекте халықтың мүддесін ескеріп, оны нақты заңнамамен іске асыруы тиіс. Олай болса, үкімет тез арада келесі шараларды қолға алуы қажет. Бірінші, жоғарыда аталған петиция талаптарын толық қанағаттандыру керек. Екінші, барлық платформаларда әлеуметтік желілерде ЛГБТ-ні насихаттайтын заң нормаларын ұсынамыз. Оған үкімет оң қорытындысын беруі тиіс. Үшінші, ЛГБТ-ні қолдап, мәжіліс депутаттарына ақпараттық шабуылдарды ұйымдастырған тұлғаларды тауып жазалау қажет. Осылай деді, осылай қорытындылады. Қатты шабуылдар болады. Бұл жалпы осында бір-екі ауыз сөз үшін де қатты шабуылдар болады. Мен көріп келе жатырмын ғой, бұл кісілерге де енді мен түсінемін. Оңай емес. Қатты радикальный шабуылдар болады. Ақпараттық желіде, комментариймен, екі тараптың білімі кәдімгідей қорқытады, бопсалайды, кәдімгідей өзімде де көргем. Просто мен онан қорқам, бір нәрсе өткізіп, жалпы сол нәрсені факті бойынша айтып отырмын да. Егерім ханым? Менше ЛГБТ деген ол кез келген адам жақ ашып комментарий бере беретін ұғым емес. Бұл ғылым саласының зерттеу пәні бар. Депутаттардың барлығы құқықты жақсы түсінеді деп кім айтты? Жаңбыршы мырза техника ғылымдарының кандидаты, профессор, қателеспесем, ол кісі адам құқығын жақсы біледі деп айта алмаймын. Себебі сол петицияға қарсы жарады, ол кісі былай айтты: белден төмен қарай дүние адам құқығымен реттелмейді деді. Мен сұрақ қойғым келеді. Адам қай жерден шығады? Белден төмен жерден шығады. Сол үшін адам құқығын қайта оқуыңызға кеңес беремін, депутат мырза. Бірақ та мында келетін болсақ, петиция 50 мың қол жинаған, бірақ қалай жиналғанын көрдік қой. Мемлекеттік органдарға міндеттегенін WhatsApp чатта ол скриндер жүрді. Тергеуді біз бастасақ, кім кінәлі екенін, даудың басы Дайрабайдың көк сиыры. Мына
насихат қайдан келе жатқанын біз көріп тұрмыз. Ресей қолдап отырған рашистік пропаганданың бірі. Мгм. Ресейдегі әрекетті қайталауға талпыныс. Біз Ресей болғымыз келе ме? Мгм. Не дейсіз? Енді бұл қарындасымыздың жеке пікірі ғой. Яғни субъективтік. ЛГБТ-ға енді бұл қарындасымыз айтып отыр, ЛГБТ-ға мен емеспін дейді да, бірақ соны енді қатты солай әйтеуір. Мен адам құқығы Құқық, тұрғысынан иә, қорғап жоқ, отырмын. Мен ЛГБТ заңгер деген болғым адам келеді. емес қой, ол просто жаңағы аббревиатура. Адам емес па? ЛГБТ деген ол сөз, ол аббревиатура. Сол адамдардың жыныстық сіз бір нәрсені былай бұра бермесеңіз қарындасым. сол бар нәрсені адамдардың бар деп жыныстық айтыңыз. ориентациясы Мейлі ғой енді, бірақ адам емес қой, ол просто адам емес деп сіз аббревиатура. кемсітіп отырсыз. Мен кемсітіп тұрған жоқпын. Маған мен тағы да айтамын, әркім өзі біледі, бірақ біздің қоғамда бұл нәрсе менің көзқарасым емес. Бұл біздің қоғамда бұл нәрсе өте радикалды түрде жалпы жастарымыздың тарапынан көп жазаланады. Ол өздері де біледі, оны талай өзі бастарынан өтіп таяқ жегендері, ұрып соғылғандары. Сондықтан мен ең бірінші олар өздері бекем болу керек та. Ертең Елден кетіп қалады. ертең өзі бір жерден таяқ жеп өліп кетіп сосын арызданып жүргеннен гөрі ол осы біздің қоғамның талапқа сай өмір сүргені дұрыс та, ол адамдардың. Иә. Демек олар қауіптенсін дейсіз ғой. Ол өзінің, ол мен оны қорғай алмаймын. Қарындасым бар, оларды біреу ұрып жатса ажырата алмайды, өйткені ол біздің Қазақстан үлкен ғой. Қазақстан үлкен ғой. Сондықтан да бұл жерде қалай әр адам өз-өзіне бекем бол дейді. Олардың заңын, Ол өз-өзіне олардың да бекем. құқығын қорғайтын заң керек қой. Біз неге оларды біз сіз деп Мәселе бөлеміз? құқықта емес, просто Мәселе құқықта. ол адам өз-өзіне бекем. Мысалы мен Қалай өз-өзіне бекем? Мен біреу ұрып жатса үндемей жүру керек па сонда олар? жоқ, сіз жаңағыдай сырға тағып алып бет аузын бояп Өзі жүрсе, біледі ол ғой. өзі біледі, бірақ енді мен өзі біледі, мен тағы да Өзі айтамын. Бірақ оны көшеде ұрып жатса, енді сіз оны көрмейсіз. Ұрып жатса полиция мен неге көрмеймін. қорғамайды? Енді ол мен былай қазіргі бар нәрсені полиция сізбен өздерін арамыздағы алып нәрсені айтайық. Сізбен әрі қарай бір қазбалай берсек тізбектеп Иә. шыға береді ғой. Сондықтан да ең бірінші мен айтайын дегенім, ол адам ең бірінші өз-өзіне бекем болу керек. Ол осы қазіргі уақыттағы мысалы қоғамдағы, мысалы оған деген ондай әрекетке көзқарас қандай екенін ол бірінші өзі түсіну керек. Оны полиция қорғаса да, мен қорғасам да, сіз қорғасаңыз да біз кешігіп қалуымыз мүмкін. Біз емес, Қазақстан Республикасының конституциясы бар, 14-ші бабы барлық адам жынысына, шығу тегіне, әлеуметтік теңге қарамастан заңның алдында тең деген. Заң орындалмай тұр. Бізде заң орындалады. Жақсы. Орындалған. Айтып жатырсыз, сызға таққандарды көшеде ұрып кетеді. Осы ма заңның орындалғаны? Фактыға келгенде бәрінсіз. Еділ Жаңбыршиннің бұл баяндамасы бейне жазба ретінде мен өзім Еділов онлайн телеграм каналынан көрдім. Сонда астындағы комментарияларына көз жүгірткем ғой. Енді біразын қарап шығуға тура келді, сіздерге де көрсетейін. Оларға шектеу қойып, қоғамнан алыстату керек деп ойлаймын дейді. Батыр мырза, мысалы, қазір былай ойлауы мүмкін, біз бүгін ЛГБТ-ларды шектетеміз. Ертең шектететін заң, Батыр мырза, сізге келуі мүмкін. Сіз айтпақсыңызыңше Бумеранг заңы, бүгін ЛГБТ-ға қарсы заң шығады. Өгізге туған күн бұзауға да туады. Иә, ертең баласы жоқтарға қарсы заң шығады. Бүрсігүні салық төленбейтіндерге қарсы заң шығады. Сізге кім кепілдік береді? Ертең сол нысанада сіз болмайтыныңызға. Мына жерде Балабек мырза қараңыз. Дәл осы пікірге былай айтқанда бір лүпіл қойған жүрек 9 бас бармағын көтерген жалпы да сіздіңше сіз өзіңіз қайсына қол қоя Мына бердіңіз? жерде ше мәселе қол қойғанда емес, мәселе негізі былай қатты оны бір жарнамалап айқайлап шектеу керек деп айқайламай, мен тағы да қайталап айтып кеттім ғой, бұл жердегі мүмкін мыналарды мысалы шектесек, бүгінгі мысалы бір азшылық деп сізді қарындас айтып қалды ғой жаңа. ЛГБТ ашылық. Азшылық мысалы 200 адам шектейтін болсақ, мүмкін болашақта сол 200 адамның сондай болып кетпеуіне мүмкіндік туғызатын шығармыз сол арқылы. Осы нәрсені де ойлау керек та бұл жерде. Мен білмеймін, екеуін де басатын шығармын мен. Жүректі де лайкты да басатын шығармын. Мен жарылып тұрған миды көрсететін едім. Қалай? Ми жарылып кеткен смайлик бар ғой. Соны көрсеткен, себебі Батыр мырза келесі нысана сіз боласыз. Осылай шектетілетін қоғамнан. Гитлер де кезінде осылай бастаған еді. Еврейлерді шеттетейік деп. Гитлерден қандай айырмашылығыңыз бар? Арийлер ең мықты, еврейлерді өлтірейік деген пікірден мына пікірдің айырмашылығын мен көріп тұрған жоқ. Сонымен пара-пар дейсіз. Иә, фашизм, ксенофобия, адамды жек көру. Тағы бір пікір, қатты тәтті дейді. Біздің ұрпақ алдындағы парызымыз оларға дұрыс рухани адамгершілік бағыт бағдар беріп, дәстүрлі отбасы құндылықтарды бойына сіңіру. Сондай-ақ ұлттық мәдени мұраны ұстанып, генетикалық кодты сақтауға жағдай жасау өте өзекті дейді. Тарих кітабынан ұрлап алған пікір ме? Біріншіден осындай пікір жазғандарға мен сұрақ қойғым келеді. Отбасылық құндылық деген қандай құндылық?
бірінші. Қазақстанның отбасындағы құндылыққа не кіреді? Баланы ұрма, отбасы құндылық па? Меніңше жоқ. Ажыраспа, отбасы құндылық па? Меніңше жоқ. Қандай отбасылық құндылық жайлы айтуға болады? Егер Қазақстан ажырасудан әлемде екінші орында, 2,5 миллионға жуық отбасы жартылай аналар болса, қайда отбасылық құндылықтар? Күйеулер әйелдерін ұрып өлтіріп жатқан кезде неге отбасылық құндылық жайлы біреуі тілге тиек еткен жоқ? Неге дабл стандарт, екі түрлі стандарт, екі жүзділік? Мен солай көремін. Сіз? Мен енді ғылымда жүргеннен кейін ғылымға көбірек мән береміз ғой. Мысалы, көбіне бұндай қарап отырсаңыз, жастар бар ғой. Жастардың негізі бізде қазақта айтады 25 жас дейміз ғой. Біз 25, қой 25 дейміз. Мына адамның жалпы толық тұлға ретінде қалыптасуында, мысалы 25 жасқа дейін адамдардың біздің психикамызда, бізде жастарда энергия көп, мысалы анау да қызық, мынау да қызық та, оның тіптен енді қазір айтып жатырмыз да, олар бұл нәрсені қаншалықты зарда бар екен, олар саналы түрде жетік меңгермеуі мүмкін. Қаншалықты пайдалы екен, қаншалықты зарда бар екен, қаншалықты қауіпті екен, олар түсінбеуі. Жас кезінде өзіңіз де жас болдыңыз ғой. Кеттік десе кете бересің, жүр десе жүре бересің, соғысайық десе соғыса бересің, солай еді ғой, ештеңе ойламайды. Майысқақ. Сол уақыттарда біз любой кез келген нәрсе, бізде энергия көп, күш көп, сондықтан да бәрі жерге жұмсағымыз келеді да, біз соның не екенін біз саналы түрде анализ жасап түсіне алмаймыз. Сондықтан да егер жаңағы рухани отбасылық құндылықтар деп жатыр ғой, енді әркім әртүрлі түсінеді, даже біз енді ер адам басқаша түсінеді, әйел адам басқаша түсінеді. Сол үшін де егер шынымен де бұндай нәрселер мен қатты тәтті ма, бұл енді әр пікірдің артында бір адам тұр негізі. Бұл кісінті енді мен қолдаймын. Өйткені мына заң болса, олар 25 жастан кейін бар, ол тіптен біздің өміріміздің өзі де 25 жастан кейін біз ойлана бастаймыз. Мына жаққа барсам ба, былай бағытта жұмыс істесем ба, бір ғана мысал айтып кетейін, бір-екі рет телевидениеде айтқам. Бізде енді сәл тақырыпқа қатысы жоқ, бірақ енді біз адамның психикасының дамуына қатысы бар нәрсе. Бізде мына жаңа құмар ойындар дейміз ғой, азарт ойындарды 21 жастан, лудомания дейміз, 21 жастан бастап рұқсатта. Англияда мысалы 25 жастан бастап рұқсат. Мен оны 2-3 жерде айттым да оны. Үлкен жерлерде де айттым. Өйткені біз 21 жастағы ол жаңа ғана оқып бітірген, болмаса 4-ші курста оқитын, семьясы жоқ, жаңа қолы бос, еркен жастар, көбіне ер азаматтар, ер балалар. Олар жаңа айтқанда да энергия көп, қайда жұмсарын білмейді. Өйткені семья жоқ, бала жоқ, нақты жұмыс жоқ. Ал 25 жастағы адам ол оқуын бітірген, белгілі бір қызметі бар, қызығушылығы бар, үйінде бір баласы бар, отбасын құрған, үйінде бір баласы бар, ол былай уже оның қызығушылығы басқашалау. Мұнда мысалы Англия неге осы нәрсені 21 емес 25-ке қойды? Сондықтан біздің де сол нәрседе адамның мына психикалық өзгерістерін көп байқалмай қалады, еленбей қалады. Сол 21 жасты депутаттар осы жаңа ойын құмарлық туралы заң қабылдағанда соны қанша осынғамен де өткізбей қойды. 25 жасқа ұзартайық дегенде өткізбей қойды, 21 жасты қалдырды. Психология ғылым деп қалдыңыз ғой. Еуропалықтар мен азиялықтардың инфантильді даму жасы екі түрлі ғой. Ғылымда дәлелденіп қойған. Еуропалықтар бізге дәлелденіп қойған дейсіз де, бір нақты ештеңе айтпайсыз, тек бір ауыз сөзбен қаншама бағанадан бері айтып жатсыз. Ғылымда дәлелденіп қойған дейсіз де, ары қарай ештеңе айтпайсыз оны. Мен айтуым керек. Статистикасын айтыңыз, авторын айтыңыз, көрсетіңіз. Статистика авторын айтып отырмын ғой. Кім? Қай статистиканы дерек керек? Біріккен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасын айттым. Ғылым емес қой. Қалай ғылым емес? Сіз неге оны ғылым емес деп феминизмде де ғылым дейсіз, ананы да ғылым дейсіз. Сіз өзіңіз білмейтін дүниені ғылым емес деп бүйтіп құнсыздандырудың жоқ, ғылымдардың өзінің тізімі бар. Қайсысы ғылым емес. Жақсы. Еділ Жаңбыршин соның баяндамасының астында тағы бір коммент келген екен. Других проблем нет. Депутаты решили лезть в постель и трусы. Действительно самое время. Ведь у нас экономика, полный порядок, социальная защита на высшем уровне. Каждый казахстанец уже достиг такого уровня благосостояния, что не знает, куда деньги тратить. Инфраструктура, саморазвитие деп кете береді ары қарай. Мынау пікір сізге жағатын сияқты, иә? Жағатын емес, меніңше бір мәселені екіншісімен құнсыздандырудың қажеті жоқ, бірақ та мемлекеттің күн тәртібінде тұрған мәселелер бар, әлеуметтік, саяси деген сияқты. Соның ішіндегі ЛГБТ мәселесі меніңше күн тәртібінде топ 10 тақырыптың бірі болып тұрған жоқ Қазақстанда. Ол жай ғана кликбейт, өзге тақырыптардан назар аудару үшін жасалған жай ғана популистік әрекет деп ойлаймын. Бізде шынымен басқа мәселелер қазір өте көп. Сөз бостандығына қатысты бізде өте көп заңға қайшы дүниелер жасалып жатыр. 25-ші жылы, 24-ші жылғы бюджеттегі профицит бірнеше триллион болды. Ұлттық қордан біз 2 триллион аламыз дедік, 6 триллион алып қойдық, экономикаға жағдайын жасап жатыр, халық кедейленіп жатыр. Жоқ, бізге ол мәселені айтудың қажеті жоқ. Бізге сіздің жеке шаруаңыз маңыздырақ. Солай деп жауап қайтаратын едіңіз.
Мен бір мәселе екіншіден маңыздырақ құнсыздандырмаймын, бірақ та күн тәртібіндегі мәселелердің ішінде бізде жеке шаруа, соның ішіндегі мында private деп тұр ғой, отбасылық мәселе Қазақстанның саясаткерлерінің күн тәртібінде жоқ. Және сіз айтып отырғандай, феминизм ғылым емес деген сияқты біздің депутаттар да бұл мәселенің қаншалықты ғылымның зерттеу пән екенін түсінбегендер. Болат мырза, сіз бір күлдіңіз мысқылдап? жоқ мынандай не ғой біз мысалы менде семьяңыз бар ма? Жеке мәселем ғой, не қатысы бар? жоқ мен просто мысал үшін айтайын деген менің отбасым бар да. Сіздің жеке шаруаңыз. жоқ мен өзім айтайын, менің отбасым бар. Мен сізге емес жалпы өзім айтып жатырмын, соған мысалға келтірейін деп. Менің отбасым бар. Отбасымды мен как отбасының жаңағы басшысы ретінде мен отбасымның жаңағы экономикалық тұрғыдан да әлеуметтік тұрғыдан да қамтамасыз етіп отырып, мысалы өзіміздің қаржылық қайда жұмсалып жатыр, біздің бір айға біздің бизнесмен емеспіз ғой, біз ақшамызды бір айға қалай жеткіземіз, балалардың жаңағы сабағы бар, бәрін енді бақылауда ұстаймыз. Бұл кішкентай ғана енді отбасы. Сол сияқты ол мемлекетімізде де кейде айтамыз ғой, жаңағы сөз бостандығы, адамдардың құқығы дегенмен де ол біздің мемлекетімізде бір семья. Біз мемлекеттегі жақсы жағдайда бізге әсер етеді, жаман жағдайда бізге әсер етеді, барлық жағынан да әсер етеді. Сондықтан да ол мемлекеттік деңгейде біздің мемлекет қалай реттеп отырады? Әртүрлі осындай заңдық құқықтармен, нормативтік құжаттармен реттеліп отырады. Сол үшін де бұл жердегі мына жерде айтып жатыр да, басқа ештеңе айналысатын ештеңе қалмайды. Жоқ. Біздің мемлекет болғаннан кейін біз бір организмбіз. Бір жер ауырса, оның бәр жерде ауырады. Сол үшін де бұл нәрселердің барлығы депутаттардың да үн қатып жатқаны, құндылықтарды да жоғалтпайды деп отырғаны, соны бір заңмен реттеп отыру да. Сондықтан мемлекеттің азаматы, мемлекеттің билігінде отырғаннан кейін, мемлекеттік басшылықта отырғаннан кейін бұлардың өзі де осындай әртүрлі белгілі бір нормативтермен реттелгенін мен өзім дұрыс деп ойлаймын. Руслан Түсіпбеков, Facebook қолданушысы, гермафродитизм дейді. Жаңағы бұл Еділ Жаңбыршының Қыстеке дегеніне байланысты жазып отыр. Сонда мен мына жерін айтып өткім келеді. То бишь гермафродитом невозможно стать в результате ЛГБТ-пропаганды, как думают наши депутаты. И нет никаких поводов оскорблять их или как-то высмеивать. Нехорошо это и очень некрасиво. Это все равно, что смеяться над ребенком, который родился без ручек или с синдромом Дауна. Поэтому непонятно, кому собрался передать привет этот депутат, да еще от лица Дональда Трампа. Прежде чем делать такие заявления, неплохо было бы изучить матчасть. И не надо ссылаться на Трампа, у которого 7 пятниц на неделе, ведь для него кошмар только начинается на самом деле. Осадеп. Айтқанда жүріп өткен екен. Шындыққа жоқ ғой, гермафродит гермафродит деген ұғымды білмеу, жаңағы биологияны, физиологияны қарапайым. Қыстекемен байланысы бар ма? Қыстеке деген сөз біріншіден мен айттым, өшпендік тілі. Hate speech, яғни бір адамды кемсіту мақсатында айтылған дисфемизм. Біз ондай сөздерді қолданудан аулақ болуымыз керек. Егер мәдениет, этика, заң тұрғысынан сөйлегіміз келсе. Гермафродит деген ұғымды бұрын үшінші жыныс пайда болғанға дейін қолданады. Мысалы, кейбір айтады, орыс әдебиетінде Гоголь гермафродит деген сияқты. Немесе кейбір белгілі адамдар мына гермафродит деген сөз жыныс белгілерінің, үшінші жыныстың, яғни интерсекс белгілерінің болуы. Оны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 2022 жылы 6 шілдеде үшінші жыныс бар деп мойындаған болады. Оны түсіну үшін көп оқу керек. Ойланып кеттіңіз ғой. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы енді мысалы 2000 жылға дейін ол алып тастады да 2001-ден бастап осы нені 91-ден бастап, 91 емес 2001-ден бастап неге кіргізді да осы жаңағы қыз-текелік дейміз ғой, жаңа айтып отырмын, өшпенділік болса да енді ол қазақ сөз ғой енді. Қазақ сөз ғой, өшпенділік. Біз оны өшпенділік емес, қазақпен байланысты болса бәрі жақсы деген сөз. Түсінікті болып жоқ, жалпы айтып отырмын да. Сол нәрсені ол қайтадан кіргізді да, ол осылай қайтадан бір алып тастаған тізімнен, қайтадан тізімге қосты да. Енді өзі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзі де белгілі бір топтардың, белгілі бір әлемдік деңгейдегі топтардың несі ғой енді. Кім қаржыландырады? Қаржыландырушылардың тарапынан осындай нәрселерді қосу, біреуін алып тастау деген нәрсе. Сондықтан да конспирология да бар бұның ішінде. Оны мойындаймын. Конспирология болса, конспирология, менің конспирологиям. Оны да мойындаймын. Ғылымға негізделген, оны да мойындаймын. Сол үшін де бұл жердегі енді білмеймін, мынау жаңағы қол жоқ адаммен жаңағы оны салыстыру бір сәл келмейді енді. Ол табиғи берілген нәрсе ол. Даун деп келтірген. Дауна болсын, жаңа айтып жазылып жатыр ғой, жаңағы который родился без рук деп. Бұл енді біздің бір адамдарымыз болады, көп нәрсе еліктейтін. Адамдар болады, бір нәрсеге еліктейді. Мысалы, оған қызық көрінеді. Мен бір ғана мысал айтайын. Көп адамдар денелеріне сурет салады ғой. Тату салады, бір басында қызық болады. Кейіннен қазір көресің, ол уже күнде көргеннен кейін уже бірте-бірте оның
жаңағыдай жүйкесіне тиеді да уже ол кедергі келтіре бастайды өмір сүруіне. Сосын барады да олар қазіргі уақытта жақсы тіптен жаңағы лазермен әйтеуір жаңағы жойып жояды әйтеуір оны барып. Неге ол басында сөйткен сияқты ондай нәрселердің барлығына өте абай болу керек та. Сіз байқамай жаңағы энергияның күшімен, біреудің сөзімен, я өзің бір қатты қызығушылығың оянып кетіп барып қалдың да кейіннен сізге қайта жол болмай қалады да. Сол кейіннен бұл нәрседен сіздің де шаршауыңыз мүмкін. Оның бәрі солай өмір бойы сол Элгетаға барғаннан бәрі солай өмір бойы кетпейді. Біреулер қайтадан қайтып жатады, біреулер қойып жатады, дұрыс емес екен, біреулер әрі қарай жалғастыра береді екен. Біз оны шыны керек нақты білмейміз, оның барлығы бізде қатты зерттелмеген де мамандық. Оған менің зерттеуге де ынтам жоқ, шыны керек ол нәрсені зерттеуге де мен жалпы басқа көп нәрсені зерттеймін, бірақ ол нәрсені зерттеуге де мен болса болатын шығар, бірақ мен уже тамақ ішіп жатқанда ойыма түсіп кетсе шыны керек мен тұрып та кетіп қалдым. Шыны ондай нәрсе. Гомофобияның белгілері осы. Белгілі бар менде гомофоб, не істеймін, өлтіресіңдер мені. Жоқ, мен кемсітіп отырған жоқпын, жалпы лейблизм дейді оны. Бар, нигилизм мен жоқ, гомофобия мен нигилизм шатастырмаңыз. Қайтесіз? Бір нәрсені айтып отырса соған тықылай бермесеңіз. Жоқ, нигилизм емес, лейблизм деді. Оны мен нигилизм деп естіп қалдым. Жоқ, лейблизм деді. Мейлі енді, өйткені мен жақсы көрмеймін. Шын мойындаймын. Мен тұлға ретінде, адам ретінде, ғалым ретінде ондай нәрсені мен шыны керек бұндай тақырыптан сөз қозғауға да маған өте бір жиіркенішті, шынын айтайын. Тазасын айтайын. Енді барынша сабырлық сақтап отырмыз, бірақ мен мына кісінің өзімен сіз айтпасаңыз кім айтады дегенде нәрсе ғой. Мына кісілер мен мысалы көп мені осындай нәрсеге айтып тұр ғой, көп комментарийлер келеді. Сол комментарийға байланысты кімнің қандай адам, кімнің қандай нәрсеге бейім екені де көрініп тұрады да. Жалпы бұл кісіні комментарий бермей ақ қоймын, бірақ оқыған адамдар түсінер. Әйгерім, сіз қандай пікір? Жалпы Балабек мырза сөйлеп жатқан кезде сіз кішкене күрсінгендей болдыңыз, мысқылдап. Жоқ, күрсінген жоқпын, және конспирологияға сену, ғылымға сенемін деп айту соған күлкім келіп отыр. Және дүниежүзілік сақтау ұйымының өзі кім ақша төлейді, солардың мүддесін қорғайды деп айту мен үшін өте күлкілі. Ондай ұйымдардан үнемі сондай күдікпен өмір сүру, ақш-тың елшілігінің мақсаты Қазақстанда революция ұйымдастыру, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының негізгі мақсаты дерттерді жою емес деген, ол барлығы Ресей жақтан келген, көп жағдайда ақпараттық пропаганданың нәтижесі. Пропагандаға кім бейім келеді? Критикалық аз ойлайтын, кең тарапты, өзінің білім көкжиегін кеңітпеген азаматтар өкінішке қарай. Ол қараңғылық, ол надандық, онымен ғылым күресу. Сіздікі сол пропаганда емес, менікі пропаганда, сіздің бағанадан бері айтып отқан сөзіңіз пропаганда емес қой сонда да? Мен пропаганда деген сөзге анықтама бердім ба? Бәріміз прайд жасайық, бәрі ЛГБТ болып кетсін деп мен айттым ба? Осы уақытта сондай әңгіме бар, әңгіме. Пропаганда деген сөздің анықтамасы Қазақстан Республикасының заңнамаларында біріншіден берілмеген. Мен сізге басында айттым, үгіт насихат не екенін түсінесіз бе деп. Туды шығарып қою үгіт насихатқа жатады ма? Кейбіреу жатады деп ойлайды. Кейбіреуіне бірінші орындағы үгіт насихат. Ол жай ғана ту. Ондай іс-әрекетті ақтау үшін көп сөйлеп, жан-жақтан атықтай берген бәрі ол нәрсенің анықтамасын бермейді ғой. Енді Америка құрама штатында Дональд Трамп екі-ақ жыныс деп жатқанда жалпы депутат Еділ Жаңбыршин ЛГБТ-ға алсату керек деп жатқан кезде біздің Садақ медиа редакциясы мониторинг жасап тағы бір қызық жазба тауып алды. Бұдан байқасам, и Центральная Азия деген телеграм каналда келтірген екен. ЛГБТ сообщество Казахстана получили вон поддержку. Енді жақшаның ішінде признан экстремистім деген. Енді мына жерде. Сіз өзіңіз қазір ойыңыз айтасыз. Басын оқиық. ЛГБТ сообщество Казахстана получили вон поддержку, чтобы в Казахстане власти выполнить 19 рекомендаций по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, то есть прямое вмешательство в суверенитет Республики Казахстан. По поводу сексуальной ориентации мне все понятно. У нас это не запрещено. Если у человека с головой проблема, то он может спать с кем захочет. А с гендерной идентичность это как? Что это дейді? Анықтамасын енді сіздің ойыңызша, Балабек мырза, сізден бастайықшы? Мынау пікір көрдіңіз? Соги деп айтып кеткен болатын басында. Ғылымның термині. Енді жаңа бағана басында да айттық қой, ол ер адам ретінде, әйел адам ол. Қалай айтамын, қалай түсіндірсем екен, табиғат бізді жаратты ғой. Сен мысалы көп айтамыз да, сен егер мысалы табиғат сені үшінші жыныстық жарата салады енді ғой, сол бойынша ешкімге ұқсамайтын. Мысалы мен мысалы ер адам ретінде әйел адамға ұқсамаймын, әйел адам маған әйел адам ретінде маған ұқсамайды. Егер сондай бір будан керек болса, ол біздің мысалы Құдай дейміз, Алла тағала сол үшінші буданды үшінші жаңағы жыныс қылып жарататын еді ғой. Сондықтан да бұл жерде бұрыннан да енді айтылып жүрмесе, ер адам бар, әйел адам бар, болды. Менде басқа түсінік жоқ.
Енді мен мынау Инстаграм парақшаны былай жарнамалағым келіп тұрған жоқ, бірақ сол жерде жаңа жазылғанда Қазақстан дүние сауда біріккен ұлттар ұйымынан 19 ұсыныс алды дейді. Иә, ол феминита ұйымы ғой, Жанар мен Гүлзада. Өзіңіз айтып кеттіңіз. Енді осыған сіздің пікіріңіз? Дәл осы мен жоғарыда айтқан, СОГИ деген ұғым, ол аббревиатура, сексуальная ориентация, гендерная идентификация деген ұғымды көбісі түсіне бермейді. Неліктен? Себебі бізде қарапайым ол ұғымды кітаптардан оқитын адамдар аз, сол үшін білмейтін дүниесі жайлы жалған ақпарат беретіндер де көп. Жыныстық ориентация деген сіздің дүниеге келген кезде, туған кезге келген кездегі сіздің туу туралы куәлігіңізде жынысы, яғни секс деп тұрған жерде ағылшынша еркек не әйел деп жазылады. Ол сіздің жыныстық ориентацияңызды білдірмейді. Ол тек жыныстық ориентация деген сөз сіздің құжатыңызда әйел деп жазылып тұрғанмен сіз өзіңізді еркек сезінуіңіз мүмкін. Ол ориентация. Гендерлік идентификация деген сөз сіздің құжаттағы жынысыңызбен өзіңізді сезінуіңіз, әрекетіңіз, ішкі болмысыңыз, киіміңіз, шаш үлгіңіз, ойлау стиліңізде сіздің құжатта жазылған еркек не әйел дегенге сәйкес келмеуі мүмкін. Гендерлік идентификация деген сөз және қазіргі таңда гендердің 104 түрлі категориясы бар. 104. Тексеріп қарауға болады, қызыққан адамдарға. Әрбір жазбаның астына енді пікірлердің жазылатыны түсінікті ғой. Соның астына көптеген пікірлер жазылды. Мына жерде да все клали на эти рекомендации самое время закон о запрете пропаганды ЛГБТ принимать. Эти дамы изнасилуют ваших дочек дейді. Бірінші пікір. Сіз айтыңызшы. Не айтайын? Осы пікір жоқ, сіз өзіңіздің ойыңыз. Мен ана дұрыс жартылай ғана көрініп тұрмын, мен толық көрініп. Да все клали на эти рекомендации. В самое время закон о запрете пропаганды ЛГБТ принимать. А эти дамы изнасилуют ваших дочек дейді. Мен жаңа айттым ғой, мен мысалы менің бір қызым бар, мен олардың адам ретінде жалпы осы қоғамда қалай табиғат заңы бар ғой бізде, табиғи заңдылыққа. Ұлыңыздың ер азамат болып, қызыңыздың әйел азаматы болып өскені қалай? Әрине, мен сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Біз басқа ешқандай, біз енді әйеліміз екеуміз біз дегенде. Сонда басқа нәрсе. Балалар сіздің меншігіңіз емес, олар өз өмірі бар, өздері шешу керек. Жақсы, ол сіздің енді өзіңіздің отбасыңыз бен бала шағаңыз болғанда сол өзіңіз сол балаларыңызбен солай меншік қыласыз. Әлбетте, бала меншік емес. Бізде Қазақстанда көбісі солай түсінеді. Бала менің меншігім, бала мен айтқанымен менің өмір салтымен өмір сүру керек. Бала жеке тұлға. Қазақстан Республикасы былтыр қосылғанына 30 жылын тойлаған, бала құқығы туралы конвенцияда жазылған баланың жеке пікірін айтуға өзінің құқығы бар. Және ол жерде ата-ана сен ұлсың, ұл сияқты бол, немесе сен ұлсың ғой, жылама, жыласаң не, қызсың ба деп айтудың өзі қыздарды кемсіту. Я, ұлдарға бала кезінде жыласаң қызсың ба деп айтады. Ол кемсіту. Содан біздің жігіттер жылай алмай өмір сүреді. Бүкіл өмір бақи жылайтын еркек, әлсіз еркек болып саналады. Содан инфаркттан 70 жасында қайтыс болады, армияға барып суицид жасап өледі. Соның салдары екенін біз кейде көрмей жатамыз. Еркектердің жалпы эмоциясын білдіре алмауы, қайғыра алмау, ол бала кезден басталған тәрбие. Жылама, сен қызсың ба не? Жылау, жыламау, эмоция қыз ұл деп бөлінбеу керек. Он тамыр тереңде негізі ғалым зерттеп қойған. Енді мына жерде бірнеше пікір ғой, маған ең астындағы пікір. Изнасилуют ваших девочек деген менше кемсіту, әйелдерге қарсы жасалған Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде 120-шы бап бар, адам зорлау деген. Соның статистикасын қарасаңыздар, қанша мәрте еркектердің зорлаған, салыстыруға келмейді. Әйелдер қыздарды зорлау деген факті жоқ, оны ойдан шығарып жала жабудың қажеті жоқ. Қазақстанда зорлықшының портреті ол еркек болды. Ол факт. Кімнің? Прокуратураның статистикасына кіріп тексеріңіздер, дерек керек болса. Әйелдерді зорлаған кейс жоқ Қазақстанда. Жала жабу ғой қыздарға. Они изнасилуют ваших дочек деп айтудың өзі. Енді пікір көп қой. Маған ең астында пікір қатты өтті былай айтқанда. Я их терпеть не могу, конечно, но зато больше женщин нам нормальным и меньшим военизация дейді. Қайсы? Ең астында пікір, енді сіздерге көрмеу мүмкін. Я их терпеть не могу, конечно, но зато больше женщин нам нормальным и меньше военизация дейді. Нормально, ненормально деп бөлудің өзі дұрыс емес сөз. Мен нормальный адаммын, мен гетеросексуалмын. Олар нормальный емес, олар гомосексуал деп айтудың өзі қауіпті. Біз және оларды бөлудің өзі адам құқығы принципіне қайшы. Фейсбукта тағы бір пікір жүр, тағы бір жазба жүр. Нұргаус Кобай дейді. Енді жазба қалдырған екен, соның үшін асын оқып өтейік, мына жерден бастайық. Барлығымыз білеміз, Ресей бұл жаһандық соғыста ЛГБТ-ны ақштың өзіне қарсы құрал ретінде пайдаланып, оның беделін түсірді. Осы арқылы Ресей өзіне көптеген жақтастар тапты. Сіздер ойлағандай Трамп ЛГБТ-дан бас тартқан жоқ. ақшта да ЛГБТ-ға қолдау тоқтамайды. Ресейдің ЛГБТ-ға тыйым салуы жаһандық жүйеде үлкен өзгерістерге әкелді. Егер ертең ақшта ЛГБТ-ға тыйым салынса, ЛГБТ-ны қудалау қай мемлекеттер деп асылатынын көреміз. Сол мемлекеттерді ақш қара тізімге енгізіп, қысым жасай бастайды.
Ол мәселенің артында үлкен саясат жатыр. ЛГБТ тек әлеуметтік немесе мәдени құбылыс емес, ол қазірдің өзінде идеологиялық және саяси құралға айналған дейді. Мына жерде енді жаңа ЛГБТ-ны әлдеқайда саясиландырып жіберілген жазба, және ақш оны бекерден бекер дәл осылай жасап жатқан жоқ дейді. Психолог ретінде Балабек мырза, не дейсіз? Енді мен өзім бұрыннан да айтып жүргенмін, өзі былай біз қалай боламыз адамдар. Бір қарапайым мысалмен айтайыншы. Бір уақыттарда бізде жақында ғана бір кинолар болды, естеріңізде ғой, бір игры в кальмара деп ел шулайды. Иә. Ол біраз уақыт онан шаршайды. Сол сияқты бұл нәрседе белгілі бір уақытқа дейін жаңағы қаржыландыру болғанда, сол үгіт насихат болғанда бұлар өзі біраз уақытқа жұмыс жасайды да, ол да адамдарды шаршатады. Өйткені біздің психикамыз бір нәрсеге бейім бермеген, бір нәрседен тез жалғамыз біз. Бір ғана үйде де күнде кешке қарай палау жей берсең жегің келмей қалады ғой, сол сияқты бір нәрседен жалғады. Бұл уақыттарда да менің ойымша сол Дональд Трамп осы нәрсеге енді кеңесшілері бар, өзі бар, енді шынымен әлемдік беделі бар, әлемдік жаңа сөз жүретін тұлға ретінде осы сол уақыттың жеткенінің белгісі ғой. Адамдарды аздырудан, азғындаудан тоқтатудың бір шарасы болып қабылданады ғой. Сондықтан да бұл екеуінің де, Дугиннің де, мына Карлсонның да сұхбаттарын мен тек дұрыс, дәл осы уақытта өзі қажетті дүние деп санаймын. Енді мына жерде мен назарды аударғаны, егер ертең ақш-та ЛГБТ-ға тыйым салынса, ЛГБТ-ны қудалау қай мемлекеттерде басылатынын көреміз. Сол мемлекеттерді ақш қара тізімге енгізіп қысым жасай бастайды дейді. Расымен солай болуы мүмкін бе? Мәселен, айталық, Қазақстан ертең қысым қалай жасалады? тыйым салды дейді. Қысым бір инвестиция салынбай қалуы мүмкін, мемлекетке кіруге шектеу қойылуы мүмкін. Енді әрбір адамға жеке қысым жасамайды, осындай деңгейде жұмыстар жүргізіледі ғой. Инвестиция бір кез келген жобаларға, проекттерге инвестиция салынбайды. Дәл осы пікірге Феминбеке, сіз? Мен ЛГБТ саяси құрал деген келіспеймін. Жалпы адам құқығы саясаттың негізгі тақырыбы дәл қазіргі таңда, себебі адам құқығы бұрмаланып жатыр, өзгеріп жатыр, мемлекет тарапынан шектеліп жатыр. Мен жаңа айтқандай, оңшылдардың билікке келуі бүкіл әлемде жалпы деградацияға әкеледі бізді. Оңшылдардың жаңағы абортқа қарсы заңның пайда болуы, ЛГБТ-ға қарсы, мигранттарға қарсы, жалпы Трамптың саясаты тек қана ЛГБТ-ға емес, адам құқығына қайшы өте көп пункттерден тұрады. Оқысаңыздар, 500 беттік сайлауалды бағдарламасында оны жасалған. Мен 500 беттік құжатын оқып шықтым. Ол жерде жалпы барлығын, 2 PhD ғалым жазып шыққан өте үлкен саяси құжат. Ол құжатта балабақшадан бастап жалпы ақштың саясаты не болатынын көрсетеді. Біз бірақ та түсінуіміз керек, ақштың Қазақстаннан айырмашылығы неде? ақшта билік жиі өзгеріп тұрады, және ол жердегі шешімді қабылдайтын тұлға тек президент емес. Және ол жақта азаматтық қоғам, мемлекеттік емес институттар бізге қарағанда мықтырақ. Сол үшін тек Трамп айтты екен деп, бүкіл ақштағы ЛГБТ немесе азаматтық белсенділер ертең тоқтап қалмайды, керісінше ол радикалды күш алады. Тағы бір пікір, Анна Невская былай дейді, енді ұзын сонар жазба, бірақ маған мына жерін ғана оқып беру керек болып тұр. Мои хорошие, ну сколько вам объяснять, что США что хочет, то и лоббирует? Ну почему вы велись на это дерьмо? Сколько вреда они нанесли миру и своему же народу? Сколько кукух подвинулось гендерным разнообразием? Сколько детей изуродовали операциям по смене пола? И ведь понятно было всем здравомыслящим, это чудовищный эксперимент над человечеством. Но нет же, нашли такие же двинутые и у нас, стали как попугаи повторять за Западом. А теперь что? Сегодня у вас траур или день стыда за свое придурочное поведение. Кстати, вот эти ЛГБТ, лесбийские, феминистские организации, как долго просуществуют после закрытия западного лобби? Засекаем время, дейді. Жаңағы осы жерде сізден сұрайыншы. Дональд Трамп енді тек екі жыныс еді ғой, ер мен әйел. Одан кейін қалай ойлайсыз, ЛГБТ, жаңағы феминист, лесбист ұйымдар тоқтап қалуы мүмкін бе? Енді егер осы жаңағы Трамптың сөзі жерде қалмай, көп мемлекеттерде уже шындап келгенде бұл нәрседен уже жалға бастады. Бұның енді белгілі нәрсе ғой, оның ешқандай бір миссиясы жоқ, ешқандай бір мақсатқа жеткізбейді сізді. Енді сіз өмір бойы жас болып, елдің бәрі саған жаңағы қызығатындай өмір сүрмейсің ғой. Ол белгілі бір жас кезеңдерінде. 20 жастағы айтқан пікірің, ол 40 жаста ол пікір сен 100% қарсы шығуы мүмкін. 60 жаста сіз басқаша көзқараста болуы мүмкін. Мен енді көп адамдарды білем. 20 жастың енді әртүрлі жағдайлар, отбасын құрмай қалған адамдар болады, сонда олар айтады, 20 жаста үйлену керек дейді. Ал ол уақытта олар ойлады, мен осындай жас сияқты болып жүремін. Біз сондайлары. Сол сияқты ол жерде де
Әрі қарай осы мәселені енді бүкіл әлем қолдап әрі қарай жұмыс жасап кетсе, ол әрине қарсылықтар болады, реніштер болады, көптеген осы сала жаңағы ЛГБТ-ның саласында жүрген азаматтардың айқай шуы болады, өздерін өртеуі мүмкін, көшеге жалаңаш шығуы мүмкін, туларын алып шығуы болады. Әрине ол қарсылықсыз ештеңе болмайды. Өзгеріс керек болса, ол адамдар бұндай нәрселердің барлығын шыдамдылықпен бастан өткізіп, сосын қоғамды енді бүкіл әлемдік қоғамды жаңа жолға салуға алғашқы қадамдардың бірі ғой бұл. Ал мына пікір мен сәл бүкіл қазақстандықтардың намысына тию керек пікір деп ойлаймын. Неліктен бүкіл Мен намысыма тимейді қазақстандық ретінде. Мен жастарды айтып тұрмын. Менің ұлтымды попугайға теңеу, санасыз түрде батысты қайталай беретін санасыз деп менің ұлтымды айту, мен қазақ ретінде намысыма тиеді. Біз попугаймыз ба? Біз еліктей бермейміз. Қазақ халқы еліктегіш зерттеу бар ма? Дерек бар ма? Қай ұлт еліктегіш емес? Әйгерім ханым, Сіз қазақ халқы еліктегіш дедіңіз бе? Дәлелдеңіз. Қай жағынан еліктегішпіз біз? Ұлт деп қалып едік қой. Енді біздің ұлтты попугайға теңеп тұр. Сіздің ұлттық намысыңызға тимей ме? мен мына жерде сіз маған пікір айтсаңыз деп ойлаймын да. Қайсыған? Кстати, вот эти ЛГБТ, лесбийские феминистические организации, как долго просуществуют после закрытия западного лобби дейді? Біріншіден, лобби деген сөзге келейік. Қазақстан Республикасының нормативті актілерінде лобби деген сөзге анықтама жоқ, лобби жоқ бізде. Бірден осыны түсініп алайық. Лобби деген ұғым ақшың заңнамасында бар, ол белгілі бір саясаткерлердің өз мүддесін қорғау үшін ақшаны беру. Яғни коррупцияның, параның легализацияланған бір түрі. Қазақстанда ол жоқ, айтылмайды, бірақ біз іс жүзінде бар екенін білеміз. Біріншіден, Қазақстандағы феминистік немесе өзге де ұйымдар тек қана батыстың ақшасымен жұмыс жасайды деп айту, ойлау қате пікір. Себебі олардың барлығы тек қана батыстың ақшасымен жұмыс жасамайды. Ерікті түрде өздері де жұмыс жасап жүрген зерттеулер де тақырыптар да бар. Және біз батыс деген кезде ориентализміміз Эдвард Саидтың пікірі бойынша біз әлемді батыс шығыс емес, солтүстік оңтүстік деп бөлетін болсақ, батысқа кім кіреді? Тек қана солтүстік Америка ма, батыс Еуропа ма? Батыс Еуропа болса, Еуропалық одақтағы 27 мемлекеттің нешеуі батыс саналады? Біз нақтылауымыз керек батыс. Батыс деген мұсылмандар үшін Мекке. Себебі сіз сәждеге тұрған кезде батысқа қарайсыз. Жақсы, ол түсінікті. Мен мынаны сұрағым келеді. Феминистік ұйымдар қаншалықты ұзақ жұмысын жалғастыра береді дейді? Біріншіден, мен оны сенемін. Қазақстандық феминистік ұйымдар Трамптың өлгенін көреміз деп. 74 ма президенті, енді 100-ге келсе де әлі 24 жыл Қазақстанда феминистік ұйымдар болады деп ойлаймын. Яғни переживем, Трампты переживем, оның строгында, оның өмірлік ғұмырында деп ойлаймын. Ондай феминистерге қарсы патриархал, консервативті көзқарасты еркектер барлық заманда болған. Ведьмаларды да өртеген, әйелдерді де оқытпаған, әйелдерді де Зигмунд Фрейд сияқты месячный келген кезде истеричка деп, ауру деп те айтқан. Ол еркектердің барлығын пережили, Трампты да переживем. Мынадай бір Алмаз Қасенов дейді, бір пост жазған екен, посттың астына осындай пікір жазған екен: жігіттер гей болып жатса қуаныңыз, қуанғаннан намысыңыз құламайды, минус бір бәсекелес азаяды, солардың нөмірін сұрамайды дейді. Мұхамеджан Тазабековтың өлеңі ғой. Мұхамеджан Тазабеков өзі көрді екен, өзінің өлеңін былай қайта жазып шыққан. Жалпы көршіңіз байынса қуаныңыз, келіп қолын сұрап тамақ сұрамайды деген өлең емес пе? Ана мұсылман бауырым бірден деп қалай екен, бірақ мен мынаны бар деп қабылдап жатырмын. Мұхамеджан Тазабековтың өлеңі бұл, мұсылмандар жайлы. Бұл сарказм сияқты ғой, или бір сатира, Сарказмның да астарында бір нәрсе жатыр ғой. Жігіттер гей болып жатса қуаныңыз. Біріншіден, жігіттер гей болып кетпейді, жігіттер гей болып дүниеге келеді. Қуанғаннан намысын құламайды, минус бір бәсекелес. Сіз бәсекелесті сұлулардың нөмірін сұрамайды деп айту. Сұлулардың нөмірін сұрау қазір харасмент қылмыс болып саналады. Өте проблематик сөйлем. Бірақ та меніңше мына жазған адам Алмаз Қасен ешқандай мән емес, тек қана ұйқасты іздеген сияқты. Сөздің астар мәні жоқ. Жүйесі сөз есін табады, жүйесі сөз несін табады дейді. Байбек мырза, сіз деңізші. Айттым ғой, енді бір сатира түрінде берген ғой, қатты бір мағына беріп, бір философиялық ой толғанмен жазылған нәрсе деп ойлаймын. Ондай комментатор философтар бізде жетеді. Жалпы енді бағдарламаны қорытындылай өтсек, жаңағы Дональд Трамптың мәлімдемесі бар, Еділ Жаңбыршин депутаттың баяндамасы бар, Қазақстан қоғамдағы осындай пікірлері бар, әлемдік қоғамдағы бір өзгерістер бар. Өзгерістер болғанда жаңағы ой тастаулар. Осының барлығы бір сөзбен айтқанда сіз қалай деп қорыта келе айтқанда, енді бағанадан бері көп нәрсе айтылды ғой, енді өзі оқырман ертең көрермен дейміз ғой, өздері саралай жатар. Мен де енді ойланып отырмын. Ойланғанда осыдан бері ойланып жүрміз ғой. Негізі мынау әлемдік өзгерістерге бейімделген, болмаса әлемдік биліктің сол Дональд Трамп арқылы айтылып, айтылып осы сөз. Әлемдік билік мүмкін белгілі бір
дұрыс қадамға қарай қадам басқан шығар деп ойлаймын. Өйткені болмаса бір адам барлық нәрсені бүкіл әлемнің мәселесін шешеді деп айта алмаймын, бірақ әлемдік билік осы бір ауыз сөз арқылы мүмкін жақсы дұрыс жолға бір мына жаңа айттық қой, көп жаңағы мәдениет дедік, тәрбие дедік, ұлттық құндылық дедік, осындай жолға бір бастау алған шығар деп мен өзім жобалаймын. Әлемдік билік деп масондарды айтып тұрса. Біріншіден меніңше ғылымға сүйенетін адамдар конспирологияға, масондарға сенбеу керек, фактіге негізделуіміз керек. Біріншіден осыдан бастайықшы. Және мен жаңа постковид әлем деп жатырмын, 2020 жылдан бастап адам құқығын құлдырауда. Адам құқығын құлдырауының бірден бір нәтижесі Трамп сияқты адамдардың билікке келуі және Трампты қолдайтын мемлекеттердің көбеюі. Бірақ та сіз көңіл аударсаңыз, ЛГБТ-ға қарсы мемлекеттер олар кімдер? Олар Ресей, олар Иран, олар Ауғанстан. Егер біз бүгін қазір Ресейге ұқсап ЛГБТ-ны феминистерді экстремист деп тапсақ, біз ертең Талибанға бір қадам жақындаймыз. Біз қыздарымыз оқымай ақ қойсын, қыздарымыз үйде отырсын дейміз, кейін қыздардың неке құру жасын 18-ден 9-ға дейін төмендетпейтінімізге кім кепіл? Талибанға айналмайтынымызға кім кепіл? Құлдырау сол бағытта кетіп бара жатыр. Мен солай көремін. Ендеше сіздерге көп рахмет. Өте жақсы бір пікірталасқа ұласқан бір бағдарлама болды. Екеуіңіздің де пікірлеріңізге былай айтқанда құрметтеймін. Плюс-минус. Осы орайда менің ойыма жаңағы қырғыздың жазушысы Шыңғыс Айтматов әр күн сайын таңертең адам болып қалуды ойлап оянамын дейді. Мен де шынымен де күн сайын таңертең адам болып оянуды армандаймын. Және ер азамат ретінде, әйел азамат ретінде күн сайын оянса екен деймін. Ал сіз қай тараптан өзіңіздің пікіріңізді жаза өтіңіз. Меніңше адам болу жынысқа байланысты емес, ол философиялық адамгершілікті айтып тұрған сияқты. Шыңғыс Айтматов. Менің өз ойым бар. Иә, әрине. Ендеше баршаңызға көп рахмет. Пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар және каналымызға жазылып кетіңіздер.